Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі таңда хит болып жатқан восточный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен сары майға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін бір жұмыртқа қосып, тағы да араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін електен өткізіп ұн және разрыхлитель қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін қамырды тоңазытқыштан алып, формамызға салып, жайып, бортик жасап шығамыз. Мендегі форма диаметрі 26 см. Бір келкетіп жайып алғаннан кейін үстіне жаңғақ, жүзім, өрік салып, үстінен сгущенкамызды құйып, жағып шығамыз. Пирогты 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Тоңазытқышқа кемінде 3-4 сағатқа қойып аламыз. Менімен болғандарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар. Және тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.